Әлеуметтік желілерде номер 47 автобустың ішіндегі болған оқиғаның видеосы жарияланды. Ол жерде сіз көріп отырғандай ашуланған жолаушы жүргізуші әйелмен ұрсысып жатыр. Одан кейін бірнеше соққы ұрғаны көрінеді. Бұны байқаған басқа жолаушы ол бұзақыны тоқтатуға тырысады, бірақ кеш болды. Соққыдан жүргізуші есінен талып көлікке ие бола алмайды. Автобус аялдамада көлік күтіп тұрған бірнеше адамды қағып кетеді. Кейін жолаушылар бұзақы ұсталғанда ол нашақор секілді екенін айтты. Кейбір комментариялар бойынша бұзақы өз аялдамасын өткізіп алып, жүргізушіден тоқтап есікті ашсын деп талап еткен. Бірақ мостта тоқтауға болмайды, келесі аялдамада түсесіз дегенге ашулана бастаған деп жазып жатыр. Бір адамның әрекетінен соншама адамдар қайғылы оқиға тап болды. Келесі кадрларда қылмыскер қашайын деген сияқты, бірақ оны дер ұстап алды. Ал мына келесі кадрларда аялдаманың жолаушысы автобус ішінде